балалар жасөспірімдер спорт мектебін алсақ, қаражат тапшылық айтсақ. Сондықтан біз тағы да бір заңға өзгерістер енгізіп, осы жылдан бастап бізде жалпы 526 балалар жасөспірім мектептері бар екен. Оның ішінде 400 мыңнан астам балалар жаттығады. Сондықтан солардың деңгейін кішкене көтеру үшін біз жаңағы басына шаққан қаражат арқылы жасаймыз, подушевое финансирование, соны жасап жатырмыз. Бұрын егерде сметалық қаржыландыру бойынша бір спортшыға 220-230 мың теңге бөлінсе, қазіргі уақытта подушевое финансирование арқылы 415 мың теңге көзделеді. Сонымен қатар жаттықтырушылардың жалақысын көтеру үшін республикалық бюджет комиссияның оң шешімімен, премьер-министрдің қолдауымен біз жаңағы курстарды өткен жаттықтырушыларға 30% үстінен жалақы тағы да жаңағы қосымақы беріп жатырмыз. Сондықтан сол бәрін жаңағы реформаларын жасалып жатқан мәселе ол жаңағы олимпиадаға үлкен нәтиже жеткізу үшін.